Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтағы тақырыбымыз етістіктің жіктелуі. Бүгінгі сабақта берілген жоспар мен тірек сөздер арқылы монолог құраймын. 71-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Бүгін қарт тырна әдеттегісіндей ерте оянды да, ауыр қанаттарын сарт-сұрт ұрып, дүр сілкінді. Қасына балалары мен немерелерін шақырды. Мен түнде түс көрдім, деді қарт тырна. Туған жерге көктем келіпті. Көл толқын атып, тулап жатыр. Айналасы балқұрық. Көл тұнған күміс шабақ. Оқ шіркін, туған жерге не жетсін? Ой ата, қайда асығамыз? Күте тұрайық, күн әбден жылынсын. Мұнда қарнымыз тоқ. Джунглидің іші толған құмырсқа. Көлде басқа толып жүр, деді ортаншы баласы. Қарт тырна ашу шақырды. Жоқ, болмайды. Туған жерде көктемді сағынып жатыр. Ал көктем құс қанатымен барады. Қазіргі жолға жиналыңдар, жақсылап азықтанып алыңдар. Күн шықпай көкке көтерілеміз. Тырналар жалма-жан азықтануға кірісті. Сүт пісірім уақыттан соң үш жасай тізіліп, туған жерді бетке алды. Көш алдында қарт тырна. Мүлгіген қалың орман тырналарының қиқуымен азан-қазан болды. Олар 3 күн, 3 түн ұшты. 4-ші күні елге де жетті. Бірақ алыстан шаршап жеткен тырналар қатты өкінді. Екінші тапсырмада тірек сөздерді қатыстырып мәтін құрап жаз. Тірек сөздері: босқұты, лақтырды, жағасы, ластады, өзен, полиэтилен пакеті, серуен. Мен сіздерге мәтін қазір қосылады, ал сіздер өздеріңіздің мәтіндеріңізді астыға жазып кетіңіздер. 3-ші тапсырма. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Көк жүзінде жылжып жай, керуен құрған тізіліп, ілгек шынжырдай қалмайды олар үзіліп. Ол бізде 74-ші жаттығу. Берілген сөздерді жіктік жалғаулы етістік екенін дәлелде. Мысалы былай. 5-ші тапсырма. Өлеңнің қатесін түзеп жаз. Көкте қалқып қағады, қанаттарын барады. Туған жерін қиялмай, қайта-қайта қарады. Тұрысбек Әділбаевтың өлеңі екен. Бұны дұрыстап жазып көрейік.